Армысыздар оқырмандар қауымы. Біржан-Сал ауданы Мамай ауылының кітапханашысы Қалмұратұлы Ердәулет. 9 мамыр жеңіс күні. Міне, Ұлы Отан соғысының жеңіспен аяқталғанына бірнеше жыл өтті. Бұл сол кездегі кеңес халқының ер жүректілігі мен төзімділіктерін паш ететін, тарихта мәңгілік қалатын күн. Қан майданның жүректе жарасы бар, қайғысы мен зілі бар наласы бар. Арамызда жүретін алшаңбасы ардагерлер, азайып барасыңдар. Қастерлейді халқымыз қаһарманын, жүресінде сан жарық сапарларың. Қайран ерлер, қаһарман ардагерлер, қалдау сире бұл күнде қатарларың. Ерлік сүйген еліңе салтың ұнар, жүздеріңде жанған от жарқылы бар. Соғыс деген жалмағын жалғыз сөздің бүгін ұрпақ өздерің арқылы қар. Жасқанбаған жауынан жарақты ер, ерлігіңді аңыз қып таратты ел. Қаһармандық дегенді кейін ұрпақ жүздеріңе сендердің қарап білер. Дархан мінез, дария ой, дарашыңдар, жарқын жүздер жүрек ақ жарнасылдар. Арамызда жүретін алшаң басып, майдангерлер, азайып барасыңдар.